Сәлем достар, сіздер мен Мирас Амасұлы. Тағы мен бүгін Clash of Clans видео түсірмекшімін, қазақша. Міне бұрын ратуша 4 еді, қазір 6-ға өткізіп қойдым. Міне жерім өте керемет. Ратушаны күшейту үшін тек сиршекті ғана алу керек. Оған бірақ ақша жетпейді. Және де сәлеметсіздер ме достар? Және де бұл Асылы Шыңғыс менің ағам. Және де сіздер мен Мирас Амасұлы. Бүгін сіздермен Clash of Clans қызық болып жатыр. Және де менің ағам жерін көрсетсең. Қазір біз ағам бәріміз бір кландамыз. Айтам. Мені новыйдан бастаған бірақ глава өз клан ашқан. Бірі жеріне атқып етіп кетті оның. Ратушасы 3-те, сібіршігілік силалары 6-да, шырақтар жалаталары да 6-да, біреу ғана 5-те, ратушасы 3-те, бірақ ол бәрі максималынығы ойнағысы біледі, өйткені өте ақылды. Кейін бар ратуша күшейту керек, бірақ мен олай ойнамаймын. Және де біз тек ағам екеуміз ғана ойнап отырық Clash of Clans'та. Ол үшін сашке өтіп отыр. Және де қазір атаковать ету үшін бізге адамдар аз екен. 11 кристалды жинау керек. Колдун берейік, және де парашют берейін. Тағы бір адам не берем. Не берейін аға? Лучница сұрап жатыр. Оны мә. Болды, жете ма? Болды. Жетеді дейді. Және де осылай істе бар. Не кристал жинау керек. Ё-мое, текке кетті кристал. Уху, бумс, ема. Көп кристал береді екен достар. Міне мынау сынғаннан кейін жақты тағы екеу бар екен достар. Міне сынды. Бірақ бұдан кристал берген жоқ міне. Бұған жетпейді. 2000-дікінегі жүгір сындыр. Үлгермек бірақ ол. Кристал. Енді істе алам, бүкіл адам толтыр алам. Ой. 5 кристал керек. Ё-мое. 15 кристал. Событияны. Не осындай. Және высокой траваланы шупса керек. Және мынаның бәрін жұтса керек. Сол кезде жерің тап-таза болады. Мынаны удалить етуге болады, бірақ 200 000-мен. Және міне менің домстрейхелем 4-те, бұрын 3-те ма, 2-те ма сондай достар. Міне ратушам 6-да. Мен көріп тұрғандағыңыздай. Міне. Дайым бұқпалды, тағы 1 кристал ғана жетпей тұр. Жоқ, жетпейді. Маны күшейту керек, сол кезде кристал тасып тұрады. Болсай тезетейін. 20 секунд тезет өткетші. Алды. Подкрепление сұраймайым. Өйткені менде 3-ші рівнедағы парашюттар берген. Және де испытание жүріп көреміз. Ағам атаковать етіп оталама атамаймы. Атаковать етіп ойласа ма?
О, не істейді екен көрейік. 70 бар екінші уровенде. Айттым ғой күшті ойнайды деп. Және де не істейді екен? Лагерге жібереді екен. Айдалаға жіберді мартира. Ема. Мынау құрайын деп тұрған сияқты ғой. Менде парашюттар бар. Мә саған. Ал керек болса. Қарал, ема, қырып атырмын. Ема, жоқ. Аз қалды, ема, малы. Ема, қырылып қалды. Аға, маған испытание жібер аласың ба? Жібер аласың ба? Иә. Давай жібер. Атаковать етейік. Ой, тоқта. Қазір. Міне. Болды, адам толды. Ал енді атаковать етіп. Бірақ менде заклинание жоқ. Заклинание грозовой. Ол менде 3-ші уровень. Қыралам деп ойлайсыздар ма? Әдеге осылай шеттерге көріп қойған. Ой, ё-моё. Парашют жіберіп қойдым. И все, осыған атаковать етеді. Воздушная оборонасы жоқ екен. Ого, атыватым. Бүйтіп жібере салайын. Бүйтіп те жібере салайын. Зая кетсе кете берсін, зая кетсе кете берсін. Мә. Барал. Менің бұрынғы видеоларыма лайк басып кетіңіздер, және де комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Және көп подписчик жинап тұрса, бізге подписать етуді ұмытпаңыздар. Міне ұттым. Және де менің войскаларым тағы бір нәрсе ғана береді. Жоқ. Ё-моё, бір адам сыймай тұр. Міне болды. $180 мыңнан тұр. Ал енді в бой. Ё-моё. Мә. 26 трофейден айылым деп тұрған жоқ. Өзімде 1003 па сондай. Жоқ, 1033 трофей менде. Достар. Мынаны тамаймын. 20 трофейден айылым келмейді. Және заттар шетке оқып қойыпты әдеге. Оталам деп ойлайсыздар ма? Шетке әдеге. Жетмей тәуекел алады қап жетек шал. Және де міне. Воздушная оборонаға қарап бару керек. Воздушная оборона бұл жерде ең басты парашюттарға атаковать ететін нәрсе. Міне парашюттарды жаймен деп жарады осылай. Міне ұтып жатырмын, және мен 14 трофейге ие болам. Казармалар шетке. Еще бір дом кежені строителя шетте тұр. Үлгермейтін сияқтымын, достар. Жоқ, қалуын тұрғанда үлгерем. Міне мына эликсир хранилищені сындырып үлгеріп жатыр. Олар мына жақтан сындырып жатыр. Бір ғана қалдым қапты. Сындырды. Бірақ ұтылсаң 30 трофей азайтып жер екен.
Бірақ ұтсаң 14 трофей береді. Және бөлініп жатыр. Бұл мына казармаға или мына казармаға бару мүмкін, ұтып болды. Және де жақындадым. Көп парашют екі жаққа бөлінсе жақсы болар. Міне бөлінді. Міне как раз ойлағаным осы. О, міне қалдым келіп жатыр. Қалдым. Қая қыра қойшы кән. Давай тезет, давай. Ал енді бәріңіз жүгіріңдер мұнда. Тез болыңдар, тезділгеріңдер. 1 минуттай қалды. Жоқ, 1 минуттан аз. Және де мен 14 трофейге ие болдым. 31.504 ақша. 26.059 эликсир, 14 трофей. Және де хрустальный, серебряный лиганың екінші лигасына келгенім үшін 100% бонус береді. 3700 ақша мен 3700 эликсир береді. Және де домойды басамыз. Егізі нелерді істейін, парашюттардан дейін. Және де біріне заклинание. Және де ешкім играда жоқ. Қазір ағам кіру мүмкін. Түнгі жерде аталмауы мүмкін мен. Аталмайым. Точно аталмайым. Жоқ талам. Ат давай. Ой, ё-моё, двойной пушка қатып жатыр. Лучшын сағаймыз. Терсімен кетіп жатыр, ё-моё. Точно аталам мен. Все, поражение. Атылдым. Ё-моё, шеттерге оқып қойған заттарды. Ема, ұтып кеттім. Не может быть? Ұтып кеттім. Ё-моё. Ұтып кеттім, мүмкін емес. Ё-моё. Ұталмайым деп қайғыланып отырсам мен. Не может быть. Фейверки екінші уровень, потайный Теслада. Үште. На мегамина бірінші уровень. Народник с кристаллами да күшейтушін маған 180 мың эликсир керек, бірақ оны таба алмай жатырмын. Және де сіздермен болған Мирас Алмасұлы. Және де комментарияға жазуды, және де лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Бүгін сіздермен Мирас Алмасұлы, және де мен ағам Алмасұлы Шыңғыс. Қош сау болыңыздар.